Қожа мен би қазақ халық ертегісі. Бірде қожа мен бір бай екеуі дауласып, биге жүгініске келеді. Қожа қойнына тығып бір жұдырықтай тас ала келсе керек. Жүгіністе отырғанда биге қарай қойнына ымдап көрсетіп қояды. Би қожаның қойнындағы алтын екен деп, сен байды маған жығып берсең, мынау алтынды саған беремін деп отыр екен деп ойлап қалады. Сөйтеді де билікті қожаның пайдасына шешеді. Бай кеткен соң, би қожаны шақырып алып, ал енді әлгі беретініңді берсеңші қойныңдағы дейді. Сонда қожа, алда жалда мені байға жығып берсең, бір перейін деп ала келген тасым еді ғой деп, қойнынан жұдырықтай тасты алып көрсетіпті. Соңы. Түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, келесі әңгіме, ертегілерді жіберіп алмаңыздар.